Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Информатика пәні бойынша ұлттық тестілеу орталығының пробный тест нұсқаларының, яғни алдыңғы сабақта бірінші нұсқасын талдағанбыз, енді екінші нұсқасын таныстырып өтейін. Бірінші сұрақ: кадрдағы бірнеше кескіндерді үйлесімді қиюластыру үшін пайдаланады. Яғни бұл хромакей болады екен. Енді қолданылған диаграмма түрі, яғни диаграмманың бірнеше түрі бар, бұл жерде бұл жолаққа келіп тұр, яғни сызықтық түрі. Дүние жүзіндегі бірінші программалаушы, ол Ада Лавлейс болады. 6-шы сыныптың кітабында ашып қарасаңыздар болады. Яғни Чарльз Бэббидж аналитикалық машина жобасын жасаған екен. Осы машинаға ең алғашқы программаны Ада Лавлейс құрастырған. Оны әлемдегі алғашқы программалаушы деуге болады деп жазған екен кітапта. Енді бір символ неше байтқа тең? Яғни 1 байтқа тең болады. 1 байтта 8 бит бар екен. Кері қайтару әрекеті вернуть болады. Аудара салғанда. Векторлық графиканың форматтары бұл Б жауабына сәйкес келеді. Іздеу қызметін пайдалануға болатын пернелер комбинациясы. Яғни Ctrl-F. Яғни find деген сөзден шыққан екен. Порттарына жалғанған әр компьютер мекен жайын сақтап, реттеуші қызметін атқаратын құрылғы. Бұл жерде яғни коммутатор болады. Өйткені коммутатордың концентратордан айырмашылығы ол мекен жайын сақтайды екен. Енді 128 килобайттан 12 мегабайтқа дейін көлем алатын кеш жады. Яғни кеш жадының 3 деңгейі болады. L1, L2, L3. L1 128-ге дейін көлемді алса, ал L2 екінші деңгейі ол 128-ден 12 мегабайтқа дейінгі көлемді алады екен. Цикл ішінде ағымдағы итерация үшін код бөлігін орындамай, келесі қадамға көшетін оператор ол continue, яғни жалғастырады. Брейк бізде тоқтатады. Логикалық элемент және. Бұл жерде және дегеніміз конъюнкторға сәйкес келеді. Немесе ол дизъюнктор қосылу, ал емес инвентор екен. Нейронды желі түрі. Бұл жерде суретте өз көрсетілгендей 1 қабат, 2-3 қабаттан тұрып тұр. Яғни бұл көп қабатты нейрон желіне жатады екен. 217-ні ондық санау жүйесінен 8-ге ауыстыруымыз керек. Яғни ол үшін біз 8-ге бөлеміз. 217-ні 8-ге бөлсек, 27-ден берейік. 27-ні 8-ге көбейтсек, 216 болады. Яғни 1 қалдық. 27-ні қайтадан 8-ге бөлеміз, 3-тен береміз. 3-дегі 8-ім 24, бізде 3 қалдық қалады. Яғни 3, 3, 1, 331 деген жауапқа тура келеді. Программа фрагментінің орындалу нәтижесі. Бұл жерде үшеуін қоса саған, біріктіре саған. Яғни бірінші А-ны, одан кейін Б-ны біріктіре салған екен бұл жерде. Айнымалардың типін анықтайтын функция ол type функциясы екен. Компьютерлік желіде ақпаратты ұсыну, түрлендіру және жіберу стандарты ол бізде протокол. HTML құжаттағы мәтіннің түсі. Яғни текст мәтіні жерде blue деп тұр, яғни бізде көк түс. Суретке сәйкес келетін мәліметтер қоры. Бұл желілік болады. PaintNet графикалық редакторында суретті түзетуге, қажетті түстерді өзгерту, жарықтығын және қанықтылығын реттеу үшін қолданылатын бөлім коррекция. Енді екілік санау жүйесі санның 8-дік санау жүйесіне жазылуы.
Бұл жерде 4 бір тұр, 1, 0. Енді бұл жерде 8 скаласын 3-ке бұлай топтайсақ болады ғой. 11 деген мысалы 1 ол 1-ге тең, 2 10-ға тең. Мен өзім осылай жаттап алғам. Осылай істесеңіздер де болады. Болмаса 10-ға айналдырып алып жасауға болады. 4-іміз бізде ойна жерде 10, 11 болады ғой. Nerede қате кетті? 10, 11. 400-ге тең болады. 5, 101. 5, 101-ге тең. 6, 110-ға тең болады. 7, 111-ге тең болады. Енді неде 11 дегеніміз 3-ке тең болып тұр, алдынан 0-ді алмаймыз. 3 біріміз ол 7-ге тең болып тұр. 1 дегеніміз 1-ге тең. Сонда 173 шығады екен. ЭЦК қамтамасыз етеді. Бұл жерде біз NCLR орнату деп беріппіз. Негізі құжаттың құпиялылығы болады ма? Енді бұл жерде вопрос болып тұр. Негізі ECK-ны қолданушын, яғни EGOV қолданушын бізде NCLR программасын керек болады ғой. Ал бұл жерде сұрақ кішкене басқаша қойылған сияқты. Енді білетіндеріңіз болса, комментария жазып жіберіңіздер. Үзіліссіз кескіндерді белгілі бір кодтардағы пиксельдер тобына түрлендіру. Яғни бұл жерде біз қате белгілер дискретті болады. Білесіз, Паскаль дөңгелегі деп аталатын есептеу машинасын жасап шығарған жыл 1642 жылы. Жаңа 6 сыныптың кітабында қарасаңыздар болады. Суретін қоюды ұмытып кеттім. Бұл жерде бізде мынандай белгілер. Бұл және, яғни конъюнктур. Ал немесенкі, немесе бізде не ғой? Дизъюнктур ғой. Дизъюнктурдікі керісінше мынандай белгілі болады. Келесі. Программаларды процессор тіліне аударатын транслятордың түрлері. Негізі транслятор дегеніміз бұл программаларды аударады. Енді 2 түрі болу керек. А тең 13 болса дейді, есептің нәтижесі шарт тексереміз. А 13 яғни 0-ден үлкен бе? Үлкен. Яғни бірінші шарт орындалады. А-ның 2 дәрежесі. 13-ның 2 дәрежесі бізде 169 болады. Бұл жерде HTML код фрагмент кесте құрады. Яғни TR дегеніміз бізде жол саны, TD ол баған саны. Сонда бұл жерде TR-іміз бізде біреу тұрда, TD-іміз 3 тұр, бір жол 3 баған болу керек. SMRT электрон почта хаттамасын қоңырау көрсетуге мүмкіндік беретін ресурс. Яғни электронды почта бұл осы болады, А жауабы дұрыс болады. Шиналардың разряд түрлері, яғни 8, 16, 32, 64. Ақпараттық қауіпсіздіктің 3 үрдісі. Қолжетімді, тұтасты, құпиялық. Яғни 3-ке бөлінеді екен. Бір атаумен біріктірілген бір типтегі деректерден тұратын айнымалардың жиынтығы ол бізде массив. Желіге қосылуға арналған құрылғылардың бірі, яғни құрылғы деп тұрғаннан кейін біз нені таңдаймыз, концентратор болады, өйткені принтер қағаз шығаратын құрылғы. MS Word-та мазмұнды жаңалауда тек қана бет нөмірлерін жаңалау үшін арналған команда. Тек қана бет нөмірлерін жаңалау. Python Ideal интеграцияланың ортасында шексіз цикл программасының орындалуын тоқтатуға арналған пернелер. Комбина. Егерде циклымыз тоқтамай ұзақ кете береді ғой, сол кезде оны тоқтату үшін Ctrl-C.
Excel B1 яшықта форма A4-ке қойғандағы мәні. Бұл жерде 5 пен 8 ғана мән беріліп тұр ғой. Яғни көбейтті 40 деген шықты. Негізі Excel программасына көп келеді ғой. Жарайды, оны келесі сабақтарда айтып түсіндірейін. Бұл жерде яғни информатика сөзін жоғар жағынан 0, мен жазған көрінбейді ау деймін. 0-ден басталады, иә, бізде мысалы информатика. Менде ручка болмай тұр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 2-ден 7. 2 мына жер, иә, бізде. И 7 деген. Сонда формат сөзі шығу керек негізінде, форма емес. Міне 2-ден басталады и 7-ге дейін. Төбесіне индекске қарайды. Енді бұл жаңағының жалғасымы. Информатикадағы К әрпін шығару үшін дейді. К әрпін шығару үшін 9-шы индекс бізде қайсыған келіп тұр? Информатик. К-ға келіп тұр ғой сонда, иә? 0-ден басталса ол К. 9 болады. Мына жерде неге 2-9 десем, мынаны жақша шыға қалып кетті. Енді берілген программалық код нәтижесі. Бұл жерде 2-ші элементтен басталады 7-ге дейін 2 қадамнан. Яғни старт, стоп, степ. 2 бұл жерде бізде F 0-1. Дұрыс, сол жерден бастады. 2-шісі F болады, одан кейін R болады, одан кейін A бола ма? Осы дұрыс келеді. Болашақ 5-ші буын компьютерлері туралы жасалған дұрыс ақпарат дейді. Яғни бұны 6-шы сыныптың кітабында 5-ші буын ол бізде адам тілін түсінетін жасанды интеллектісі бар болашақтың машинасы жасалады деп жазған екен. Яғни А жауабы дұрыс болады. Келесі 3-ші буын. Яғни бұл жерде контекст сұрақтар ғой. Контекст сұрақтың байқап қарасаңыздар, бұл жерде суреттеуі қарап алуға болады. Қай буында қай не тал. 3-ші буын компьютерлер жазылған дұрыс ақпарат дейді. Интегралды сұлбалар пайдаланады. Контекстің өзінің жоғар жағында тұр. Бұл. Және кітаптан да қоя салдым мен. Интегралды микросұлба екен. Б жауабы дұрыс болады. Қызметі процессорлар арасында және дербес компьютердің қалған басқа да құрылғылардың арасында ақпараттар тасымалдау болып табылатын құрылғы ол жүйелік шина. Мәні кітаптандағы сіздерге қойып қойын. Барлық құрылғы арасында ақпарат тасымалдау қызметін атқаратын жүйелік шина екен. Компьютердің мәліметтерді өңдеуге және компьютер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі ол микропроцессор. Кітаптан да қойып қойды. Микропроцессор компьютер мәліметті өңдеуге, компьютер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі. 6-шы сыныптың кітабы. Fortran, Algol, COBOL программалау тілдері алғаш рет қолданылған компьютер буыны. Бұл 2-ші буынға жатады. Мәні 2-ші буын компьютерлерінде Fortran, Algol, COBOL программалау тілі алғаш рет қолданылды дейді. Яғни біздің бүгінгі нұсқаларымыз осымен аяқталды. Тағы да келесі нұсқаларды салатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Дұрыс емес жерлер болса, комментарийға дұрыс варианттарыңызды жазып кетіңіздер.